Біз міне Шымкент зообағына келдік. Қазір міне қараңыздар, қарсы алдымыздағы Амур жолбарысы. Бұл бізде Қазақстандағы жойылып кеткен балқаш жолбарысының туысы. Қазір Қазақстанға Амур жолбарысын жерсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Сол балқаштың оңтүстік жағалауына, өздерінің бұрынғы Сырдария бойында болған бұрын сол жерсіндіру жұмыстары жүреді, Құдай қаласа. Енді оның қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ негізгі сондай интродукция жасау жұмыстары басталған. Былайша айтқанда, бұл Амур жолбарысы, сол біздің балқаш жолбарысына туыс, екеуі бір-біріне ұқсас түрлер. Мынандай Шымкент зообағындағы ең қызықты ірі аңдардың бірі. Енді мына жағында жаңа көрдім. Дауысы деген керемет екен. Мына жаққа қарай шамалы жүрейін. Осы жерге келген кезде міне арыстанды қараңыздар. Клетканың ар жағында көріне ме? Одан кейін тағы мына жерде тұрған жаңа көрінбейді екен. Міне байқасаңыздар. Жалпы Шымкент зообағы Қазақстандағы үлкен 3 зообақтың бірі. Алматы, Қарағанды және осы Шымкент зообақтары Қазақстандағы негізгі зообақтардың бірі. Қазір мұнда ауа райы -6, бірақ күн жылы. Астананың наурыз кезіндегі ауа райын еске түсіреді. Міне тағы да жаңа көрсетейін. Мына кетіп бара жатыр Амур жолбарысы.